Ассалаумағалейкум, қадірлі достар. Біз осы тұрғанда Атырауда отырмыз. Біз деп отырғаным қаңтар қырғыны зерттеу орталығы. Артық азамат осында кеше келіп, бүгін кездесу өткізіп өзіміздің әдеттегі жұмысымызды атқардық. Бірақ өкінішке орай бұл жолы ойдағыдай болмады. Өздеріңіз білесіздер, осыған дейін біздің орталық Тараз, Шымкент, Қызылорда қалаларында болып, оңтүстікте. Одан кейін шығысқа барып, Өскемен, Семейде болдық. Содан кейін осы сапар Ақтөбеден бастап едік. Ақтөбеге келіп, Оралға барып, содан Атырауға жеттік. Жоспар бойынша сол бұрынғы жүрген сапарларымыздағыдай туыстары қаза болған, әйтпесе қамалып азапталып жатқан адамдардың куәлігін алу болатын. Бірақ жаңа айтқандай, өкінішке орай бұл жолы әлгі қалалардағыдай жұмыс істеудің сәті түспеді. Бұл жерде мен әрине бұл жерде мен атыраулықтарды айыптайын немесе жамандайын деп отырған жоқпын. Менің айтарым басқа. Қай елде де азаматтар қандай да болса сый-құрметке лайық. Алалайтын ештеңе жоқ. Менің айтпағым, Атырауда мына үш әріптің Назарбаев Тоқаевтың органдарының бізге қарсы қатты жұмыс істегендігін айтайын. Соның салдарынан бізге тек екі адамнан куәлік алуға мүмкіндік туды. Ештеңеден қорықпай келіп, бізбен жолығып, болған жағдайды айтып берген екі азаматқа мыңда бір рахмет. Ал енді алдында жоспарланған 20-дан астам адам келеді деген, олар келмеді. Бұның себебін мен біреу деп есептеймін. Ол жаңағы айтқан органдардың оларға қатысты қысым жасап жұмыс істегені. Соның ішінде әсіресе біздің орталыққа қарсы. Өйткені олар біліп отыр. Мұнда мысалға біз айтып жүрген Айман Омарова, әйтпесе Абзал Құспан сияқты биліктің жалдамалылары келіп кездесу өткізетін болса, онда ол ешқандай проблема туғызбас еді. Онда билік өзі-ақ оларға халықты жинап берер еді. Оған ешқандай күмән жоқ. Ал бұл жағдайда басқаша болды. Жаңа дайындалған осында келеді деген азаматтарға менің естуімше, осында болған кейбір ақпарат бойынша, егер бұл орталыққа барып жолығатын болсаңдар, сендерге керісінше қиындық көбейеді деген әңгіме айтылған. Анау қамауда отырғандарын шығармаймыз деген сияқты. Қоқан-лоқы, доқ. Енді барлығы да адам баласы пенде ғой. Содан кейін осы жағдайда содан қысылып, содан сескеніп келмей қалғанға ұқсайды. Жаңа мен айттым, ол үшін мен ешкімді айыптамаймын, жамандамаймын. Olмайтын нәрсе. Мен тек қана биліктің осындай әрекеттерін айыптаймын. Соның ішінде бір көрінісі ретінде мынандай пост шыққан екен. Осы бізге қатысты тікелей. Арсен Искаков дейтін біреу, оны енді кім екенін бір Алла біледі, және өзі біледі. Мынадай пост жазыпты. Жасарал Қуаншарин халық арасында іріткі салып, батырларымызды ұстап беру үшін үкіметтің тапсырмасын ел аралап жүргенін әлеуметтік желіде көріп жатырмыз.
Осыған дейін Жасарал Атыраудың батыры, жер жанашыры Талғат Аян мен Макс Боқаевты абақтыдан шыға салысымен оған қара жағып, ел алдында сатқын деп жамандаған болатын. Енді міне 1-2 күндікте биліктің тапсырмасымен Атырау қаласына келе жатырған көрінеді. Басты мақсаты қаңтар оқиғасына қатысқан азаматтармен кездесіп, допрос алып, олардың үстіне дәлелдемелер жинақтап, құқық қорғау органдарына беру екен. Биліктің тапсырмасымен арандатып, Бакс батырымызды кері түрмеге отырғызуды жоспарлауда. Біз атыраулық жігіттер оған жол бермейміз. Жасына қарамастан енді келместі етіп жібереміз. Өз азаматтарымызды алаяқтардың қармағына түсіруіне жол бермейміз. Атыраулық белсенділер дайындалыңдар дейді. Әлбетте, мен өмірімде бұндай түрлі бопса, әртүрлі жалақорлықты талайын көрдім. Мәселе онда емес. Мәселе жаңа менің айтқан жағдайымның осы тұрғыда расталуы. Жаңа біз өткен қаншама қала облыстарда бірде-біреуінде мынадай жағдай болған жоқ. Бірде-біреуінде. Онда азаматтар құрметпенен қарсылап алып, сосын жаңағы бізге керек адамдарды бізбен жолықтырып, барлығы да өз орнымен болды, адамшылықпен болды. Ал мына жерде біз көріп отырмыз, Атыраудың органдарының қандай жұмыс істегенін көріп отырмыз. Соның бір көрінісі, солардың жалламалы бәлекеті, анандай доқ көрсетіп, өздерінше бізді қорқытқан болып, солай пост шығарыпты. Олардың барлығы да естерінде болсын. Егер біз ондай боқташақтардан қорқатын болсақ, онда үйде тұрар едік. Онда еш уақытта мінекей, жаңағы Арсен Искаков дегеннің сықпыты. Егер мұндайлардан қорқатын болсақ, біз аяқ басып ешқайда шықпас едік қой. Тып-тыныш үйде тұрар едік. Сондықтан мына Үшәріп болсын, басқасы болсын, полициясы бола ма, кім мұны дайындады, кім шығарды, және мына бізге келетін куәлердің барлығын келтірмей тастады, олардың барлығы естерінде болсын. Бұл тірліктерінен бәрібір түптің түбінде ештеңе шықпайды. Бәрібір олардың қылмыстары айқындалады. Және мынау болған жағдайлардың куәлері бәрібір алынады. Ерте ме кеш пе? Сол тұрғыда әрине біз әрі қарай өз жұмысымызды жалғастыра береміз. Ондай әртүрлі сасық әрекеттердің барлығы бәлкім келешекте де бола жатар. Бірақ оған айылымызды жиятын біз емес. Біздер өз жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Құдай қаласа, сосын бүкіл жұмысымыздың бәрін тиянақтап, материалдарымызды қажет жеріне жеткіземіз. Және сол арқылы қаңтар қырғынның шындығын ашуды өз деңгейінде іске асырамыз. Бұған ешкімнің күмәні болмасын. Менің енді әрине бұдан да басқа айтарым бар, бірақ бүгін енді мына жағдайда пәлендей таратып көп нәрсені айтуды қажет етіп көріп отырған жоқпын. Енді біздің орталықтың азаматтары, қасымда отырған Бекзат Мақсұтханұлы, өздеріңіз танитын, білетін Ағлада жұрттың басшысы, Серікжан Біляштың оң қолы дейік, біздің орталыққа өздері ниет білдіріп, қосылып бізбен бірге сапарға шығып жұмыс істеп жүр. Сосын Әсет Әбішев, ол өз тарапынан осы органдардың талай азабын көрген азамат, түрмеге отырып шыққан, ешқандай кінәсіз. Одан кейін қаңтар қырғыны кезінде де ана көптің көрген, қамалғандардың көрген азаптарын көрген азамат. Осы екі азаматтың да пікірін тыңдайық. Ассалаумағалейкум көпшілік. Біз менің аты-жөнім Бекзат Мақсұтханұлы, Ағлада жұрт ұйымының қазіргі жетекшісімін. Біздер осы Жасаралға құрған қаңтар қырғыны зерттеу орталығымен бірге осы қаңтар кезінде, қаңтар қырғыны кезінде қаза болған және зардап шеккен адамдардың
материалдарын, ақпараттарын жинап, сол жазықсыздан өлтірілген немесе жаралы болған бауырларымызды құтқару үшін міне бірнеше айдан бері келе жатырмыз. Міне еңбектен бәрі облысты аралап, мынау енді біздің 9-шы облысымыз, 9-шы қаламыз болар бүгін. Біз барлық қалаларды айланып, қырғын болған жерлер немесе тым болмағанда белсенділер тұтқындалған жерлердің барлығына барамыз. Біздің мақсатымыз сол. Біздің мақсатымыз қай жерде қазақ әділетсіздікке ұшыраса, қазақтың баласы қай жерде нақақтан жалалы болатын болса, сол жерге біз барамыз, баруға дайынбыз. Біз бөлмейміз, алаламаймыз. Бүкіл 300-дің баласы бізге бәрі туысқан, бәрі біздің бауырымыз. Сондықтан міне өткеннен бері біз осы батысқа келе алмай кешіккен сайын тіпті өзімізден өзіміз қысылдық. Біз мынау батыстағы бауырларымызды бөліп тастағандай болдық, тездетіп барайық деп. Сонымен біздің енді келетін қазіргі мүмкіндігіміз осы болды. Себебі Қаңтар қырғын зерттеу ұйымы бұл орталығы, ұйым дегенде орталық. Бұл орталық халықтық ұйым, халықтық. Енді бұны ешкім қаржыландырмайды. Немесе үкіметті қаржыландырмайды, шетелдік ұйымдарды қаржыландырмайды. Сондықтан біз тек халықтың қолдауына сүйенеміз. Мейлі рухани жақтан болсын, ақпарат жақтан болсын, немесе қаржылай жақтан болсын. Сондықтан біздің осы шынын айтқанда біздің батысқа келуімізге осы жақында ғана мүмкіндік туды. Біз халықтан көмек сұрап, ол қаражатымызды дайындағанша да осындай уақыт өтті. Ал енді бұның барлығы да әрине оңай емес. Қаражат мәселесі болсын, немесе сырттан шығып неше ай жол жүру әрине оңай емес. Әсіресе біздің міне 70-тен асқан қарт сардардай болып отырған міне жас аралағанымыз үшін де оңай емес бұл. Бірақ та жазықсыз зардап шегіп жатқан бауырларымызды құтқару үшін бұл істе міне жастармен бірге тәуекелге бел буып осы қалаларды аралап жатқан жайымыз бар. Ал енді зардап шеккен адамдар, біз келдік, қалаларыңызға келдік, өздеріңіздің қандай әділетсіздікке ұшырағандарыңызды осы мүмкіндіктен пайдаланып айтқандарыңыз негізі дұрыс болар еді. Ал енді айтуға мүмкіндіктеріңіз болмаса, енді ол бізден емес. Біз өзіміздің әу баста осы Қаңтар қырғын зерттеу орталығын жасарлаға құрған кезде сөйлескен болатынбыз. Біз барлық жерге барамыз. Бұл әрбір адаммен бізге өзінің үнін шығарып, ақиқатты айтқысы келген әрбір адаммен кездесеміз деген сондай бекінге келген болатынбыз, ортақ шешімге. Ал енді соны сөзімізді іске асыру үшін біз бүкіл Қазақстанды аралап келе жатырмыз. Ал енді біз келіп тұрғанда айта алмасаңыздар, ол бізден емес. Біз өзіміздің алға қойған мақсатымызды ары қарай да жүзеге асырамыз. Дегенменен де сіздердің айтпай қалуларыңыз, ақиқатты жасырып қалуларыңыз түрлі себептермен, мейлі қысым көріңіздер, мейлі өздеріңіздің немқұрайды салақтықтарыңызбен болса да, бұл біздің мына түрмеде жатқан, немесе құқықтары шектеліп жатқан, тіпті қайтыс болып кеткен бауырларымызды құтқарудағы сіздердің мойындарыңыздағы міндеттеріңізді атқармағандығыңыз. Әрбір шындықты білетін, ақиқатты білетін адам негізі жасырмай айту керек. Қолыңыздан ештеме келмесе де, біз сияқты ұйымдарға міне айтсаңыз, біз ары қарай өзіміздің қолымыздан келгенше осы жағдайды халықаралық ұйымдарға жеткізуші едік. Біздің айтарымыз осы, кім шындықты біледі, жасырып қалады, ол сонысына өзі жауап береді. Ал біздің бетіміз жарық. Енді біз келешекте алдымыздағы ендігі міндетіміз, жоспарымыз Ақтау қаласына бару, одан Жаңаөзенге бару, Батыр қала. Ал енді осы Ақтаудағы, Жаңаөзендегі бауырларымыз Қаңтар қырғынынан қандай да бір зардап шеккен болса, дайын отырыңыздар, көрген білгендеріңізді, өздеріңіздің қандай әділетсіздікке куә болдыңыздар, қандай зорлыққа, зұлымдыққа ұшырадыңыздар, соның барлығын бізге айтыңыздар. Сол арқылы біз мына елімізде болып жатқан заң бұзушылық, жүгенсіздік, тіпті былайша айтқанда, анығырақ айтқанда геноцидті тоқтата аламыз. Бұл геноцид. Мен осыны жауапкершілікпен тағы да айтамын. Мен барған жерімде айтып келе жатырмын. Бұл геноцид. Өйткені біз геноцидті көрдік. Геноцидті зерттеген ұйымбыз. Біз нағыз ата жүріп, 2016 жылдан бері Қытайдағы
Қытайдың қазақтарға және түркітектік топтарға жүргізіп отырған геноцидімен күресіп келе жатырмыз. Сондықтан геноцидтің сипаты қандай болатынын біз жақсы білеміз. Ал енді дәл қаңтар кезінде 2022 жылы қаңтарда болған жағдай жай ғана бір болған жағдай емес, ол шын мәніндегі геноцид болатын. Сондықтан осы геноцидті біз шындығын ашып, халықараға жеткізу арқылы енді осындай жағдайдың қайталануының алдын аламыз. Бұл бір. Себебі бізге әрбір қазақтың өмірі қымбат. Екінші бір айтайын дегенім, тағы да сол өзіміздің бауырларымыздың өміріне, амандығына барып саятын шапқыншы Россия, Ресей. Көрші, өздерінің көршісі болған Украинаға шабуылдап кірді. Украина халықара мойындаған тәуелсіз мемлекет болатын. Шабуылдап кірді, бұл тап-таза шапқыншылық. Ешқандай да сол жердегі диаспораның құқығын қорғау немесе тілін қорғау, не болмаса әсіре отшылыққа тоқтау салу деген сияқты емес. Россияның каналдары айтып жатқан сияқты емес, ол тап-таза ақтап алуға келмейтін шапқыншылық. Ал енді осы шапқыншылықта егерде деп айтамын, қазір президент болып отырған Тоқаев немесе оның жанындағы жандайшаптар барлығы қолдап отыр біздің жастарымызды Россияға көмекке, Украинаға жіберетін болса, Россияға көмектесу үшін. Ата-ана болған бірінші туыстары, ата-аналары балаларыңызды жібермеңіздер ондай әділетсіз соғысқа. Және осы жас балалар бұрынғы сияқты ақпарат жоқ емес, ақпарат естіп отырсыздар. Армия жасындағы жас балалар болсын немесе демалып жатқан кездегі, демалған мына запастағы офицерлер болсын, барлықтарыңыз естіңіздер. Сіздер баратын соғыс, ол шапқыншылық соғыс, ақтап алуға келмейтін соғыс. Және ол бүкіл әлем мойындап шығарып қойды, ол шапқыншылық екеніне. Сондықтан ондай соғысқа бармаңыздар. Баратын болсаңыздар, егерде сонда қаза болсаңыздар, мен дөрекі болса да айтайын, ол өлімдеріңіз ешқандай да ақиқатты қорғау соғысы да шахид емес, арам өлім болады. Сондықтан мен Қазақстанның бір азаматы ретінде, қазақтың азаматы ретінде бауырларымды Украинаға, орысқа көмектесу үшін Украинадағы соғысқа бармаңдар деп үгіттеймін, және оны ашық айтамын. Мен айтатыным осы. Жақсы аман болыңыздар. Я в свою очередь скажу о том, что очень жаль, что в Атырау так произошло, и люди, возможно, их запугали. Возможно, их запугали, и подобные люди, которые вот пишут такие посты, они вводят их в заблуждение. Мы их называем нурботами. Это типичный нурбот, который пишет и вводит людей в заблуждение и уводит их от истины и от правды. Мы люди, которые, в общем-то, представляем оппозицию. Мы те, которые, в общем-то, страдаем и сидели за свои идеи и за правду. И то, что мы делаем, то, что мы ездим, мы, в общем-то, это хотим не останавливать ту правду, которую мы начали, и хотим показать всему миру о том, что у нас в Казахстане нет справедливости. И плохо то, что наши люди все еще боятся, и боятся непонятно чего. Мы говорим о том, что бояться не надо, надо приходить и говорить, и заявлять громко, потому что чем публичнее вы будете, тем будет больше безопасности для вас. Вот. Есть все контакты в общем доступе в интернете, вы можете связываться с нами, записать сами свое видео, можете связаться с нами, с нашими правозащитниками, есть телеграм-бот в общем доступе, есть Facebook группа, которая называется «Контакт Кыргызстан зерттеу орталығы». Вот. Вы можете связываться с Open Dialog, отправлять в телеграм-бот свои видео, можете сделать видео сами дома. Короткие видео по 2-3 минуты можете делать. Можете объемное видео снять сами, отправлять в адрес Атажурта, отправлять на Атажурт. Вот, они могут принимать. Можете связываться с нами. Если вы боитесь встречаться, вы связываетесь с нами по телефону, либо через интернет. Есть телеграм-бот, есть телеграм-связь. Связывайтесь с нами через эти каналы и отправляйте видео с короткими пояснениями, либо связывайтесь с нашими правозащитниками, они вам расскажут, как что нужно делать. Мы предоставим вам доверенность, анкету, вы ее заполните и отправите к нам. Еще раз хочу предупредить о том, что тех, кого запугивают, тех, кому приходят,
Если у вас вдруг требуют оригиналы документов, там, медосвидетельствования или какие-либо еще документы, вы не обязаны их отдавать, и это ваши документы, и не нужно их отдавать. Под любым предлогом у вас их будут просить эти документы, делать письменную выемку там, или еще что-то, не соглашайтесь, потому что к следственным действиям это никакого отношения не имеет. Ваши документы это ваши документы. Оригинальные документы они не должны ни у кого забирать. Вот. Говоря о том, что как-то повлияет ли подобные, даже статьи нельзя назвать подобные вещи, да, повлияет ли на нашу работу? Никак не повлияет. Мы уже привыкли к подобным вещам, к подобным заявлениям, к каким-либо провокациям. За всю нашу поездку это не первый раз, поэтому мы как-то уже привыкли ко всем этим нападкам государства и со стороны правоохранительной системы. Поэтому бояться не надо. Связывайтесь с нами, мы в пути, мы продолжаем свою работу. Контакт зерттеу орталығы на этом не закрывается. Мы продолжаем свою работу, мы едем дальше. Мы едем в Ақтау, мы едем в Жаңаөзен. Встречайте нас там. Рахмет. Енді әңгіменің соңында тағы да атыраулықтарға айтатыным, бүгін келмеген азаматтар жақындары қаза болған, баса айтамын мен, қаза болған. Қанша адамның өмірі қиылды, солардың туыстары. Сосын әлі де қамауда жатқан, азапталып жатқан азаматтардың туыстары. Әлі де ойланыңыздар. Қорқыныш, үрей дегеннен арылып, бізге тікелей жолыққан кезде айтпағандарыңызды өздеріңіз видеоға түсіріп, дегенмен әлі де жіберіңіздер бізге. Өйткені олардың бәрі ең алдымен сіздерге қажет. Өздеріңізге қажет, сол қаза болғандарға қажет, қамалып жатқандарға қажет, солардың бостандығы шығу үшін қажет. Соны түсініңіздер. Анандай арандатушылардың, жалақорлардың сөзіне ермеңіздер. Сосын биліктің қоқан-лоқысы, қысымы, қудалауы, олардың барлығы да ол қазір болып жатыр, ертең болмағандай болатын нәрсе. Ал сіздер өздеріңіздің азамат екендеріңізді ұмытпай, сол азаматтық міндетті парызды орындауға еш уақытта қорықпай кірісіңіздер. Әйтпесе болмайды. Біздің қолға алған мына күресіміз өз нәтижесін бермейді. Сол нәтиже шығу үшін әлі де тірліктеріңізді жасаңыздар, сіздерге өтініш. Енді біздің сапарымыз жалғасып жатыр, айттық қой. Сол сапарда бізге қажет қаржылай көмек, оны айтып келе жатырмыз. Бізге билік те, қалталы олигарх дейміз, латифудист болсын, басқа байлар көмектеспейді. Бізге көмектесетін халық. Сіздерге біз әркез өзіміздің сол көмек беретін есеп шоттарды жүрміз. Каспий Голд, соны қайталап айтамыз. Номері 4400 4301 1161 9588. Ол 8775 032 87 49 телефонына байланған. Иіні 870 718 301 011. Еркін Н дейтін азаматтың Каспий Голды. Осыған өздеріңізді мүмкіндігінше, қолдан келгенше көмектеріңізді салуға сіздер бізге көмек берсеңіздер, біз тек қана ризашылығымызды білдіреміз. Алла разы болсын. Аманшылыққа қауышайық. Алдағы сапарымызда Алла оңынан болсын.